Сәлем достар, Дастархан каналына қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қазіргі таңда хит болып жатқан славян қуырдағымен бөліскім келеді. Сиыр етін жақсылап жуып тазалап дайындап аламыз. Содан соң жуаны және сәбізді турап аламыз. Қазанымызға сұйық майды құямыз. Жақсылап қыздырып, еттерімізді саламыз. Менің каналыма тіркеліп, видеоны аяғына дейін қарауды ұмытпаңыздар. Еттерімізді екі бетінде қызартып, қуырамыз. Ет жақсылап қуырылған соң, жуамызды саламыз, содан соң сәбізді саламыз. Араластырамыз. Етін жауып, 15-20 минутқа қоямыз. Қызанақ пен болгар бұрышын турап дайындаймыз. Он 15 минут етті бұқтырған соң, болгар бұрышын, қызанақты, содан соң сарымсақты бүтіндей саламыз. Қазанның бетін жауып, 30-40 минутқа бұқтырамыз. Енді картопты дайындаймыз. Картоптың дәмі ерекше болуы үшін кішкене сұйық маймен сары майды араластырып, картоптарымызды салып, жақсылап екі бетін қызартып қуырып аламыз. Картоптарымыз дайын болғаннан кейін қазанымызға еттің үстіне қойып шығамыз. Бетін жауып, тағы 20 минут қалдырамыз. Енді аскөктерімізді турап дайындап, менде петрушка мен укроп. Тамағымызды табаққа әдемілеп салып шығамыз. Еті өте жұмсақ, ерекше дәмді славян қуырдағы дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен апта сайын түрлі тағамдардың рецептісімен бөлісетін боламын.